Қайырлы құрметті оқушылар, бұл бізде 70 күнде 140 есеп жобамыздың 4-ші күні, яғни бүгін бір есепті мен шығарам, бір есепті сіздер шығарасыз әдеттегідей. Бүгін органикалық химияның есебі белгісіз алкеннің бірдей зат мөлшеріне дейді, жеке-жеке жеткілікті мөлшерде галоген сутектерді қосқан. Нәтижесінде 31-95 грамм хлоралкан, 45-3 грамм бромалкан түзілген белгісіз алкенді анықтау керек. Этилен, пропилен, бутен, пентен дейді. Онда алкеннің жалпы формуласын білесіздер, CnH2n. Оған біз галоген сутек, яғни H хлорды қостық. Неге H хлор? Өйткені хлор алкан түзілді деп отыр. Онда CnH2n сутек қосылады, сонымен 1 болады хлор. Ал дәл осылай CnH2n плюс H бромды қосамыз, оған бром сутекті. Сонымен CnH2n плюс 1 бром. Енді біз мына түзілген өнімдердің малярлық массаларын тауып қояйық. Онда мынау жерге жаза берейін. Mr CnH2n плюс 1 хлорды тапсақ, көміртек бізде 12, оны n-ге көбейтеміз. Енді сутек 1, 1-ді мына 2n плюс 1-ге көбейтеміз. Сонда 2n плюс 1 шығады. Енді 1-ді оған көбейсек қайтадан өзі шығады. Хлор бізде 35-5. 35,5. Енді осының жалпы қосындысы, сонда міне 12 мен 2n қосылады 14n, мына 1-ге 35-5-ті қосамыз, сонымен 14n плюс 36-да 5 болады екен. 36-да 5, мысалы H хлордың малярлық массасы 14n, мына алкендікі болып тұр ғой. Онда дәл осылай біз екінші CnH2n плюс 1 бромды тапсақ, енді алкен бізде 14n, H бром бізде 81. Болды, малярлық массаларын таптық. Енді бізге мынада берілген, мына бастапқылардың зат мөлшерлері бірдей дейді. Мысалы, екеуінде зат мөлшерін әр қайсын жеке-жеке. Мынаны x моль деп алсақ, x моль. Мынаны да x моль деп аламыз. Өйткені олардың зат мөлшерлері бірдей. Енді теңдеу бойынша қарасаңыздар, міне 1 мольдан 1 моль түзіліп тұр. Екеуінде де 1 мольдан 1 моль түзіліп тұр. Демек, мынау x моль болса, онда одан түзілетін галоген алкандарымызда x моль деген сөз. X моль. Зат мөлшерлері бірдей олардың. Енді бізде ары қарай массалардың, өйткені массасы берілді ғой. Онда массаны өрнектейік. Масса неге тең? Масса бізде зат мөлшері көбейтілген малярлық масса. Мына формуланың орнына қоямыз. Онда біріншінің массасы, мына галоген алканның массасы m1 тең. Ол зат мөлшері көбейтілген малярлық масса дегенде зат мөлшеріміз x деп алдық. Малярлық массасы оның 14-тен 36-да 5. Енді осыны x-ке көбейтсек, онда 14n плюс 36-да 5 көбейтілген x. Енді жақшаны ашсақ, 14n(x) плюс 36-да 5 x. Бұл тең, бізде оның мәні берілген. 31-де 95. 31-де 95-ке тең. Енді дәл осылай, мынаның массасын тапсақ, m2, зат мөлшері көбейтілген малярлық масса, оның зат мөлшері бізде 14n плюс 81 болған, малярлық массасы. Оны көбейтеміз x-ке. Сонымен 14n x плюс 81 x тең 45-те 3-ке. Енді, мына жерде екіншісінің массасынан біріншісінің массасын азайтып тастасақ. Онда мынау 14n x пен 14n x қысқарып кетеді. 81-ден 36-да 5-ті азайсаңыздар. 44-те 5 шығады x. Ал енді 45-те 3-тен 31-де 95-ті. Мысалы, мынаны 32 деп алсаңыздар, 13-те 3 шығады. Онда 13-те 35 деген сөз. Өйткені анау 12-ке 0,105 жетпей тұр. Енді x-ті тапсақ, 13-те 35-ті бөлеміз 44-те 5-ке. Бұдан шығады 0,3 моль. Енді x бізде ол алкендердің зат мөлшері дейді. Енді біз мына жерде кезген біреуінің орнына қоясақ. Мысалы, мына жерде галоген алканның малярлық массасын біз білеміз, оның зат мөлшерін білеміз, онда оның малярлық массасын білеміз, малярлық массасын табамыз. Малярлық масса ол масса бөлінген зат мөлшері. Массасы, мысалы, хлор алкандікі 31-де 95 деді. 31-де 95. Ал енді оның зат мөлшері 0,3 шықты. 0,3. Сонда 319-да 5-ті бөлеміз 3-ке. Онда ол бізде 106-да 5 шығады. 106-да 5 грамм моль. Енді галоген алканның малярлық массасы бар, 106-да 5. Онда ол қандай галоген? Жаңа орнына қоямыз. 14
Бізде галоген алканымыз Mr CnH2n плюс 1 галоген хлор. Мынадай болды ғой. Енді бұл жерде Mr'imiz бізде 106,5 болды. Енді 14n плюс 36-да 5 тең 106-да 5. Онда мына 36-да 5-ті өткізсек бізде 70 қалады. Онда 14n тең 70. Ал онда n тең 70-ті 14-ке бөлсек 5. Онда бұл затымыз S5H10 екен. S5H10, яғни пентен. Болды. Енді сіздерде бұл есепті тағы да басқа бір жолы бар шығаруға. Мына ең басында олардың зат мөлшері бірдей деді, алкеннің зат мөлшерлері бірдей деді. Онда мына жерде одан түзілген галоген алкандардың зат мөлшерлері бірдей болады. Мыналардың зат мөлшерлері бірдей. Неге десеңіздер, бұл жерде коэффициент бірдей бір ғой, 1 мольдан 1 моль түзіліп тұр. Онда бізде зат мөлшері дегеніміз не? Зат мөлшері ол масса бөлінген малярдық масса. Жаңа біз олардың малярдық массаларын есептедік. Сонда мына галоген алканның массасы бізде 31,95. Оны бөлеміз, малярдық массасы 14m плюс 36-да 5. Дәл осылай екіншінің массасы бізде 45-те 3 грамм. Оны бөлеміз 14n плюс 81-ге. Міне мына теңдіктен де n-ді тауып шығуға болады. Бұлай есептеуге болады. Бұл жерден де n тең 5 шығады. Яғни S5H10 шығады. Болды, бұл есептің жалпы шығарылуы осылай. Енді дәл осыған ұқсайтын бір есеп. Белгісіз алкеннің бірдей зат мөлшеріне жеке-жеке жеткілікті мөлшерде галоген сутектерді қосқан. Нәтижесінде 17-де 27 грамм хлор алкан, 27-ден 56 грамм бром алкан түзілген. Белгісіз алкен дейді. Бұл жерде пентен шықпайды, енді басқа бір алкен шығады. Бұны өздеріңіз есептеңіздер. Жақсы оқушылар, онда осымен бізде 4-ші күндік есептеріміз соңына жетті. Аман сау болыңыздар. Ертең кездескенше.